Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды алғашқылар қатарынан білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Уақытша тоқтатты. Маңызды. Зейнетақы жинағын пайдалану туралы ел естімеген ақпарат шықты. Отбасы банкі 12 қаңтардың кешінен бастап БЖЗ-дағы зейнетақы жинақтарының артық бөлігін медициналық мақсатқа пайдалану туралы өтінімдерді қабылдауды уақытша доғарды деп хабарлайды alаш.kz. Банк өкілдері ресми мәлімдемесінде бұл қадамның себебін былай деп ашып көрсетті. Отбасы банкі денсаулық сақтау министрлігіменен және де басқа да мүдделі мемлекеттік органдарменен бірлесіп БЖЗ есебінен медициналық қызметкерлер алуға қойылатын талаптарды қайта қарайды және де зейнетақы артықшылықтарын мақсатсыз пайдалануды болдырмау үшін ақпараттық жүйелерді ықпалдастыру тетіктерін пысықтайды. Шектеудің енгізілуіне өткен жылдың желтоқсан айындағы радиохирургиялық ем қабылдауға ниеттілер санының күрт асуы түрткі болған. Нақтырақ айтқандағы бір айдың ішінде онкологиялық дертті емдеу үшін зейнетақы қаржысын алуға 7 мыңнан астам өтініш түскен. Салыстырмалы түрде айтсақ, бұған дейін жылдары мұндай өтінімдердің жалпы саны небәрі 500-ден аспаған еді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоролик астында подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.